каналға. Оның себептері болды. Мен алдында Инстаграмға да, ютубтағы сообществоға да шығарғанмын пост. Мен ауырып қалғаным туралы, емханаға жатып шықтым бір апта. Үйде біраз ем алдым да. Шын айтсам, әлі соңына дейін жазылған жоқпын, өкінішке орай. Білмеймін неге осылай ұзақ. Осы бір ай болған шығар әлі ауырып жүргеніме. Біресе атит құлағым, біресе каймарит. Мен қазір бастап жіберейін. Жалпы бүгін шамалы мүмкін әңгіме айтып түсіремін. Қарбыз өте дәмді. Сол жаңа айтып келатқаным каймарит болды. Каймаритпен сол емханада жаттым, емдеп. Бірақ шыққаннан кейін жөтел пайда болды. Енді қазір шамалы кетіп келе жатқан сияқты жөтелім. Шын айтсам, өзім шаршап кеттім осылай. Ауыра бергеннен. Күнде ыстық. Жалпы енді білмеймін, шын айтсам, видеоны қалай шығарып тұратынымды. Енді тырысамын жиі шығаруға. Бірақ қазір шамалы ауырып жүргесін. Қарбыздың сүйектері, мына жерде мен айта кетейін, мынаудағы не бар екенін. Мынау сары әміре қауын өте дәмді. Менің ең жақсы көретінім мынау тұрған, мына жерде кішкентайындай колхозница дейді ғой, сары қауындар. Ал мынау үлкен сары қауын. Мен бірақ осының ішінен барлығынан осы қарбызды жақсы көрем. Сосын мынау әміре қауынды. Мынау тұрған, мынау. Өте дәмді. Бұл әміре қауын, қателеспесем, тек бізде, менің осы туылған жерім Қызылорда, білетін шығарсыздар. Тек Қызылордада өседі, қателеспесем. Сосын Алматыда барлық жерде сата бермейді. Мен осы жолай күйеуіммен келе жатқанда көргенмін, машинамен сатып тұрған. Содан қуанып бірден тоқтап, осы әміре қауынды алдық. Кішкентай колхозницаларына да кішкентай сары.
айтсам, онша ұнамайды осы үлкен сары қауындар. Қарбызды өте жақсы көрем, тек осы ішінде сүйектері болмаса әрине. Және маған қазір әзірше шамалы ауырып жүргесін мұздай болмайды жеуге. Сондықтан да қатты мұздай жей алмаймын осындай қарбыз қауынды, өйткені бұларды мұздай күйінше жесең ең дәмдісі. Жанымда қызым ұйықтап жатыр. Оям кетпесе. Қарбыз күшті, сосын шөлді қандады. Және де сіздердің сүйікті қайсысы екен комментарийге жазуды ұмытып кетпейміз. Қарбыз ба немесе қауын болса қандай? Мынау әміре қауынды меніңше көбісі біле бермейтін сияқты бұл туралы. Бұның сырты жасыл болады. Өте дәмді. Өте ыстық, сосын бізде әсіресе түнде вентилятор қосуға болмайды, өйткені енді қорғам тағы тұмауратып қалам ба деп. Жалпы жаңалықтар жоқ сияқты, былай қарап тұрсам. Осы видео түсірмегелі бері білмеймін, бір ай болды ма. Енді сол ауырып жүргеніме бір ай болып қалды уже. Ешқандай жаңалық болған жоқ. Сол үйде емделіп, дәрі ішіп, укол алып, мен басында сол бірден жату керек едім. Жалпы емханаға, больницаға мен жатқым келген жоқ та, емделіп жүрдім.
жасадым, укол алып жүрдім, бірақ оның бәрі көмектеспеді. Сосын болмағасын жылжады, больницаға прокол жасады. Мен инстаграмда және сообществода сурет салған шығарғанмын. Мұрнымнан былайынан екі не шығып тұрды, катетер. Соны былай тесіп, өте ауырады, шын айтсам. Егерде кімде-кім каймаритпен ауырып көрсе, мүмкін білетін шығар сондай. Прокол жасайтын. Мен білмеймін, бірақ жалпы менің мұрным қисық. Білмеймін, былайынан біліне ма. Бірақ маған бұрын лор айтқан, сіздің мұрныңыз қисық, сізге жалпы оны түзету керек, операция жасап. Мен бірақ жасатқым келген жоқ ол кезде. Мен бірақ ойламадым, бұндай менде сосын кейін проблема болатын. Енді қазір білмеймін. Қазір енді жасату керек сияқты операция. Өйткені мұрын қисық болғасын каймарит бола береді, ол хронический сияқты. Шамалы суық десе болды, бірден каймарит болып шығады. Сондықтан да білмеймін, неге мұрным қисық екен. Ең қызықтысы, мұрнымды сындырған жоқпын, ешқандай травма да болған жоқ. Солай білмеймін, туылғаннан мүмкін қисық па. Мен мына жерде тек қарбыз жеп отырған сияқтымын көбісінен. Мынау қауындарды кесіп тек ради красоты қойған сияқтымын. Мынау колхозницаны жеп көрейін. Бұлардың сосын жегенде дауысы да онша не істемейтін сияқты. Қарбызды жегенде прям қытырлап күшті дауыс шығады. Жағдай осылай. Енді тезірек жазылып кетсем деген үміттемін. Жалпы ешкім ауырмай-ақ қойсын қазір. Ауру деген өте қорқынышты. Қазір ковид, коронавирус болып атқасында қорғасын. Менде коронавирус емес. Өйткені мен ПЦР тапсырғанмын алдында. Больницаға жатқанда олар жатқызбайды ПЦРсіз. Сол кезде ПЦР тапсырдым, отрицательный. Қызым да шамалы жөтеліп, бүгін садикке бармаған. Шын айтсам, үйде бәріміз күйеуімнен басқа ауырып. Жалпы ауырған жаман әрине. Шамалы салқында болғанда одан да күшті болады.
шын айтсам тойып кеткен сияқты. Жалпы білмеймін тағы не айтатынымды. Енді болашақта шынымды айтсам білмеймін видеолар қалай шығатынын. Тырысып көрем енді бұлай жоғалып кетпеуге. Бір айға арасында мүмкін білмеймін аптасына бір рет па. Енді стримға точно шыға алмайтын шығармын әзірше. Стрим әзірше болмайды, өкінішке орай. Осындай видеолар мүмкін салып тұрам, мүлдем жоғалып кетпес үшін. Және де сіздерге көп рахмет. Осы алдында мен ауырған туралы айтқанда көптеген сообщениялар жазғандарыңызға, тезірек жазылып кетіңіз деп көп рахмет сіздердің барлықтарыңызға. Сіздерге де ең бастысы денсаулық тілеймін. Ауырмайық, ең бастысы. Енді келесі видеоны білмеймін шын айтсам қашан шығаратынымды, қандай видео болатынын. Қазір шөтелім әлі кетпей жүр. Не болса да бүгінгі видео сіздерге шамалы енді ұнады деген үміттемін. Өйткені алдында мен сіздерге осындай сөз бергенмін, сезоны болғасын. Енді қазір уже сезон болды ғой, уже скоро сезон бітеді. Қарбыз қауынның міндетті түрде осындай мукбаң түсірем деп, соны бүгін осылай түсірдім. Енді қалай шыққан, даусым қалай болып отқан, өткен шамалы мұрным бітеліп тұрған сияқты. Не болса да сіздердің ой пікірлеріңізді күтемін видео туралы бүгінгі. Және тағы да көп рахмет. Маған шынымен сондай бір қолдау көрсеттіңіздер. Мен осылай больницада жатып ауырып жатқанда әрине көңіл күйім болған жоқ. Үйге де қайтқым келді, қызымды сағынып кішкентай. Бірақ енді жату керек болды. Сондықтан да сіздерге көп рахмет. Алғысым шексіз, шын айтсам. Мені іздеп жатқандарыңызға мен осылай сообщение, әлі комментарийлер жазады видеоның астына. Қашан видео саласыз, қайда жоғалып кеттіңіз, тезірек жазылып кетіңіз деген сияқты осындай көп сообщениялар. Өте рахмет. Не болса да енді жағдай осылай.